Мынау біз алты алаш, оның ішінде қабырғалы қазақ. Әлемде мақтанатын болса, мақтанатын тұсымыз көп қой. Сондықтан да мен мынаны әдейі айтқым келіп тұр. Демограф ғалымдарымыздың айтуына қарағанда қазір әлемде 5000-нан астам халық бар. Бірақ сол 5000-нан астам халықтың ішінде құдасын құдайындай сыйлайтын осы біз. Есімінде әдемілеп құдай дейтін 5 әріпке соңғы бір әрпін жеткізбей құда деп атадық. Қазақ құда бол деп қинайтын, құдаларын құдайындай сыйлайтын қазақ. Сондықтан төріне отырғызып тілеулес болып, тілеуқұр болып, бүкіл құрметті соған көрсетеді. Бірақ қазақтың даласында талай құда кездесті ғой. Кейде балалары сүйіп қосылған соң бай мен кедей де жақсы мен жаманда құда болып қалады. Қыз бергеннің назы бар деп кейде бір құда кекірейіп келсе, кейде бір қыз алған елді менсінбей келіп жатады. Бірақ қазақ бәрінің амалын ойлап, алдына астан аттап кете алмайтынын біліп, құрт пен бауырсақты шашу қып шашады. Енді астан аттай алмайтын құда қанша менсіп тұрса да, сол шаңыраққа көрсеткен құрметін тағзым қылып жерден шашуды алады. Бұл шашатын себебі де сол. Шаңырағымызға құрмет көрсетсін деп құдалардың басын бір идіріп алу ғой. Ал енді солай басын иіп құрметпен келген құдаларға енді біздің құрметімізді құйрық бауыр дейтін